Адамгершілікке тәрбиелеу деген тақырыптағы іс-шарамызға қош келдіңіздер. Артық ештеңе бере алмайды. Мағжан Жұмабаев былай айтқан екен: тәрбиедегі мақсат адам деген атты құр жала қылып тапсырмай, шын мағынасымен адам қылып шығару деген екен жатады. Мұсылман дәстүрі бұл күнді қасиетті деп санап, күнінде Мұхаммед пайғамбар дүниеге келген екен балалар. Мұсылмандар жұма күні жұма намазын оқиды, жамағатқа жиналады. Мұсылмандар үшін Аллахтың мерекесі басталды. Қасиетті жұма күні Адам алейхиссалам дүниеге келген. Қасиетті жұма күні Мұхаррам айы. Не біздер не қазір Мұхаррам айы өтіп кетті. Біз қазір басқа күннен мерекеміз. Одан кейін келетін елде Сафар айы. Одан келетін Раббил ауел айы, Раббил ахир айы.